Араласатын ортаңды өзгерт. Қаншама дүркін басқаша өзгеремін, жаңа тірлік бастаймын, кеш жатып ерте тұрамын деп ниет еткен шығарсыз. Бірақ өзгерген түгіңіз жоқ. Сол баяғы тас қалпыңызға келе бересіз. Өйткені өзгеруге ықпал ететін негізгі фактор ретінде күнделікті достарымыз тұрғанына аса мән бермейміз. Яғни жылдар бойы бірге жүрген жандардың бейімсіз өмір салтына өзің қалай бейімделіп кеткеніңді байқамайсың. Себебі адамның өміріне бірінші кезекте ең жақын араласатын достардың әсері мол, солардың ықпалы басым. Жақын араласатын адамдардың мінезі, әрбір сөзі, өмірге деген көзқарасы, іс-қимылы, жүріс-тұрысы, тіпті нені қалап, нені қаламайтынына дейін біздің түп санамызға сөзсіз әсер етеді. Өйткені адам миында айна нейроны бар. Бұл нейрон адамның көргенін бейсаналы түрде қайталайды. Достарымыздың өмір сүру салтына берілгеніміз соншалық басқа дүниенің бар екенін ұмытып кетеміз. Басқаша өмір сүруді елестете алмаймыз. Арман мақсаттарымыз солардың ой өрісі негізінде шектеліп қалады. Әдетте өзімізді жанымызда жүрген жандармен салыстырамыз. Олардың бізден асып кеткен жетістіктері жоқ болса, арқаны кеңге салып жайбарақат өмірді жалғастырамыз. Ал керісінше жанымыздағы жақын досымыз үнемі үйренуге, кітап оқып, жаңа нәрселер жасауға ұмтылатын өзгеріске құштар адам болса, онда сіз дамудан қалып бара жатқаныңызды сезіне аласыз. Сөйтіп өзгеріске ұмтыласыз. Бірге жүрген достар тарапынан кез келген уақытта тамақ ішіп қайтайық, бильярд ойнап жіберейік, киноға тарттық секілді жеке жоспарда жоқ шақырулар ләп байлап қалай шауып кеткенімізді өзіміз де аңғармай қаламыз. Бірінің көңілін қимаймыз. Енді біреуінің ұсынысы нәпсіңе ұнайды. Тағы біреуінің бір рет барғанда не тұр? Дүниеге бір рет келген соң рахаттанып өмір сүрсеңші, ертең істей саласың секілді сұлу сөздеріне алданасың. Жылдар осылай өте береді. Ал сен баяғы өзгермеген күйіңізде қала бересіз. Мақсатың айда, өзің сайда дегендей. Мұхаммед Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, пайғамбарымыз кімді дос тұтып жүргендеріңе аса мән беріңдер. Өйткені кісі досының дінінде деп аралас-құралас адамдар бір-бірінің өміріне әсер ететіндігіне назарымызды аударған. Досыңның кім екенін көрсет, сенің кім екеніңді айтамын дейтін де қанатты сөз бар. Әзіреті Әли, дүние қоңыз адамдарды дос тұтпаңдар, өйткені олар кедей болсаң қор көреді, байып кетсең қызғанады деп жүрегі дүниеге байланған достан қауіп барын ескерткен. Қазір әлем күрт өзгерді. Адамға жылдам ықпал ететін сойқан оқиға көп. Әлеуметтік желіде миллиондаған көз көрмеген танысың, өмірде бір рет бет кездеспеген мыңдаған досың бар. Бүгінгі таңда олардың ықпалы саған қатардағы достардан да ауқымды. Олар сенімен жатсаң да, тұрсаң да, тамақ ішсең де үнемі бірге. Суретпен, сөзбен, видеомен саған дереу ықпал ете алады. Бейнебір шайтанның адамды оңынан, солынан, алдынан, артынан адастыруға әрекет ететіні сияқты түрлі мессенджер желілер жан-жағыңнан әбден қоршап алған. Олар ойыңды өзгертіп, санаңды сансыратуда. Белгілі бір уақыттан кейін сен де солар секілді ойлап, солар тәрізді күлетін, соларға ұқсап киініп, солар сияқты өмір сүре бастайсың. Жылт-жылт етіп үнемі шыға келетін арзан әзіл, қысыр әңгімеге қарап миыңды бос нәрселерге толтырумен өмірің өтіп жатыр. Сондықтан әлеуметтік желіде кім көрінгеннің парақшасына жазылу қате. Кімге жазылатыныңды әбден зерделеп барып шеш. Пайдалы ақпараттарды бөлісетін, өмірлік мәні басым, жасампаз жандардың парақшасына жазыл.